Жыл аяқталғалы жатқанда зейнеткерлердің құлағы елеңдеулі, көңілдері алаңдаулы. Зейнетақыға қосылатын қаражаттың нақты қанша болатынын білгісі бар. Расында келер жылы, яғни 2025 жылы зейнетақыға қанша пайыз қосылмақ? Зейнетақы қаншалықты өсуі мүмкін? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Республикалық бюджеттегі өзгерістер кейбір маңызды көрсеткіштерге, оның ішінде елдегі ең төменгі күнкөріс деңгейінің артуына ықпал етеді. Ал ол өз кезегінде бюджеттен бөлінетін төлемдердің өсуіне әсер етері сөзсіз. Белгілісі, бүгінде доллар бағамы көтеріліп кеткені белгілі. Соған орай біршама өзгерістер орын алуы да бек мүмкін. 2025-2027 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасында кейбір әлеуметтік төлемдердің есептелуіне белгілі бір өзгерістер енгізіледі. Онда доллардың болжамды бағамы да қарастырылған. Әлі қол қойылмаған заң жобасына сәйкес, мынадай көрсеткіштерді анықтау жоспарланып отыр. Яғни ең төменгі күнкөріс деңгейі 46.228 теңге болады. Яғни 2024 жылғы көрсеткіштен 6,5%-ға артық. Айлық есептік көрсеткіш 3.932 теңгеге дейін өседі. Ең төменгі жалақы 85.000 теңге болмақ. Ал бұл көрсеткіштер несінше кейбір зейнетақы төлемдерінің сомасына әсер етеді. Сондай-ақ 2025 жылы әлеуметтік кодекске зейнетақы саласына қатысты енгізілген өзгерістер күшіне енетін болады. Базалық зейнетақы бойынша қанша төленеді? Базалық зейнетақы төлемі еңбек өтіліне тәуелді емес, бірақ оның мөлшері зейнетақы жүйесіне қатысу уақытына байланысты. 10 жылдан аз болса, ең төменгі базалық зейнетақы тағайындалатын болады. Ал оның мөлшері Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексіне сәйкес 2025 жылы айлық ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-на тең. 30 жыл және одан жоғары төлемнің ең жоғары сомасы тағайындалатын болады. Ол 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап айлық ең төменгі күнкөріс деңгейінің 110%-на тең болады. Сәйкесінше айлық ең төменгі күнкөріс деңгейі келесі жылы 46.228 теңгеге дейін өссе, ең төменгі базалық зейнетақы мөлшері 32.360 теңге болуы мүмкін. 2024 жылы ол 28.215 теңге болған болатын. Ал базалық зейнетақының ең жоғарғы мөлшері 50.851 теңгеге жетуі әбден мүмкін. Бұл 2024 жылы 45.578 теңге болды. Ынтымақты зейнетақы 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін кемінде 6 ай еңбек өтілі бар азаматтарға төленеді. Ынтымақты зейнетақының толық мөлшері 1998 жылғы 1 қаңтардан бастап жұмыстағы үзілістерге қарамастан қатарынан кез келген 3 жылдағы орташа айлық табыстың 60%-на тең. Яғни зейнеткерлікке шыққанға дейін кезеңде де алған жалақыны есепке алуға болады. Осылайша жоспарланған өзгерістерге сәйкес бұрын тағайындалған жасы бойынша зейнетақы төлемдері, яғни ынтымақты зейнетақылар және еңбек сіңірген жылдар үшін зейнетақы 8,5%-ға өседі. Ынтымақты зейнетақының ең төменгі мөлшері дәл осындай сомаға өсіп, 2025 жылы 62.771 теңгеге жетуі мүмкін. 2024 жылы ол 57.853 теңге болды.
Алайда жоғарыда айтылған төлемді толық алу тиісті жұмыс тәжірибесі болған жағдайда ғана мүмкін болатын есте ұстаған жөн. Әйелдер үшін 20 жыл, ерлер үшін 25 жыл. Ал еңбек өтілі қысқа болса, сәйкесінше ең төменгі ортақ зейнетақының мөлшері де азаяды. Жаңадан зейнеткерлікке шыққандарға тағайындалатын ортақ зейнетақының ең жоғарғы мөлшері төлемдерді есептеу үшін пайдаланылатын табыс сомасына байланысты болады. Ол 55 айлық есептік көрсеткіштен аспауы тиіс. 2025 жылы ол 216.260 теңге. Ынтымақты зейнетақының жаңа түрі 2024 жылы болашақта ынтымақты төлемдерді алмастыруы тиіс жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарнасы енгізілді. Аталмыш төлем түрі 1975 жылдың 1 қаңтарынан кейін туған қазақстандықтарға тағайындалды. Биыл жұмыс берушілер өз қаражаты есебінен шартты зейнетақы шоттарына қызметкерлердің жалақысын 1,5% аударады. 2025 жылы 1 қаңтардан бастап бұл көрсеткіш 2,5%-ға дейін өседі. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарнаны есептеу үшін ең төменгі сома 2025 жылы 85 мың теңге болуы мүмкін ең төменгі жалақыға тең. Ал есептеуге арналған соманың ең жоғарғы мәні 50 ең төменгі жалақы мөлшерінен 4,5 миллион теңгеден аспауы керек. Оның ең мәні төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-нан төмен болмауы тиіс. Сәйкесінше 2025 жылы қазақстандықтардың жинақ ақшасынан қалыптасатын ең төменгі төлем 32.360 теңге болуы мүмкін. Зейнетақы аннуитетіне бірде ең төменгі сома тағайындалады. Ал егер зейнетақы тағайындау кезінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында жинақталған қаражаттың мөлшері ең төменгі ортақ зейнетақының 12 еселенген мөлшерінен аспаса, 2025 жылы 753.252 теңге. Онда оның барлығы бір уақытта төленетін болады. Осылайша 2025 жылы әлеуметтік көрсеткіштердегі жоспарлы өзгерістерге байланысты түрлі зейнетақы төлемдерінің мөлшері де артатын болады. Алайда 2025-2027 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заңға әлі қол қойылмағанын еске саламыз. Сондықтан да зейнетақының қанша мөлшерге көбейетіні әзірге болжау қиындау болып тұр.